Jamboard Google.com тақтасын қазақ тілі сабақтарында студенттердің оқу белсенділігін арттыру мақсатында қолданудың бір үлгісін ұсынамын. Жүсіпбек Аймауытұлы 1929 жылы жазған «Комплекспен оқыту жолдары» атты еңбегінде балалардың білгені, тапқан таянғаны өмірге жанасып, жарыққа шығып отырып, барлық жұмысты балалардың белсене, құлшына өздері істеуі шарт. Өзі еңбектеніп, өзі бейнеттеніп тапқан білім берік болады, өмір бойы ұмытпайды деп айтқан. Сабақтың тақырыбы: таңғажайып сәулет өнері, кигіз үй ғажап сәулет туындысы, таспен жазылған тарих. Сабақтың мақсаты оқылым және тыңдалым материалдары негізінде жинақы мәтін жазып үйрену. Бағалау критерийлері берілген. Балалар ұсынылған ғылыми көпшілік еңбектерден деректерді өздері ала білу, оқылым және тыңдалым материалдары бойынша түртіп жазудың әртүрлі жолдарын меңгеру арқылы негізгі ақпаратты іріктей алу, мәтіндерді түзете және редакциялай алуды үйренеді. Екінші фреймде студенттер сәулет өнері туралы ұсынылған аудиоматериалды берілген сілтеме бойынша тыңдап, ондағы ұсынылған негізгі және қосымша ақпаратты айқындайды, негізгі ұғымдар мен терминдерді түртіп алады. Яғни бұл жерде студенттер үшін тыңдалым коммуникативтік дағдыларын қалыптастыру жүзеге асырылады. Сәулет өнері немесе архитектура туындылары адамның күнбе-күнгі тіршілік ортасын қалыптастырады. Олар әртүрлі қажеттіліктерді атқаруға арналған және адамның эстетикалық талғамына жауап бере алатындай болып салынған тұрғын үйлер, қоғамдық ғимараттар, өнеркәсіптік кешендер. Адам баласының қолынан шыққан әсем әдемілігі мен жұрттың бәрін таң қалдырған сәулет өнерінің небір тамаша туындылардың көпшілігі құрып біткенімен, олардың атағы ғасырлар бойы өмір сүреді. Оған дәлел әлемнің 7 кереметі деп аталатын ежелгі заманда атағы жер жарған құрылыстар мен мүсіндер сәулет өнерінің ғажаптығын паш етеді. Әлемнің бірінші кереметі деп Египетте Каир қаласында орналасқан ең үлкен 3 пирамида Хеопс, Хефрена, Микена пирамидаларын айтады. Бұл қазіргі таңға жетіп отырған 7 кереметтің бірі. Екінші керемет ол Семирамиданың аспалы бағы. Ежелгі шығыстың ең үлкен қаласы Вавилонда болған деседі. Бұл сол замандағы патшаның сүйікті әйеліне арнап салдырған бағы болатын. Биіктігі 6 қабат үйдің биіктігіндей. Үшінші керемет деп Кіші Азиядағы Эфес қаласында орналасқан әйел бірі грек Артемиданың ғибадатханасын айтады. Төртінші керемет деп Грецияның оңтүстігінде Олимпиялық ойындар орталығы Олимпиядағы ғибадатханада ежелгі гректің сыйынатын құдайларының бірі Зевстің үлкен мүсіні болған. Бесінші керемет Кіші Азияда Карий патшалығы деп аталатын шағын мемлекеттің астанасы Галикарнаста Мавсол патшаның мавзолейі болған. Алтыншы Родос алыбы деп аталады. Бұл әлемдегі ең үлкен мүсін болған. Биіктігі 36 метр болатын қоладан жасалған жас жігіт мүсіні. Жетінші керемет деп Александрия маягын атайды. Бұл Ніл өзенінің сағасындағы Фарос аралында Александрия қаласында орналасқан. Әр елде салынған түрлі сәулет ғимаратын немесе тағы басқа заттарын 8-ші кереметке теңеп, дүниенің 8-ші кереметі деп мадақтау ежелден қалыптасқан ұғым. Мысалы, ежелгі гректердің биік төбе басына салынатын бекінісі Акрополь. Бекіністі қоршай қала үйлері орналасқан.
Акрополь өзге үйлерден шоқтығы биік, қабырғасы қалың, қала халқының жаулардан қорғаныс табатын бекінісі, қасиетті орны болған. Тұрғындар мұнда Құдайға құлшылық еткен. Сицилиядағы грек храмы, Афинадағы пантеонда сәулет өнерінің тамаша туындылары. Ежелгі Римдегі архитектуралық ескерткіштің бірі Флавийлер амфитеатры немесе Колизей амфитеатр. Құрылыс тас кесек, кірпіш және түрлі бетон қоспаларынан салынған. Колизей амфитеатры гладиаторлар шайқасы мен цирк ойындарын тамашалау мақсатында тұрғызылған. Париждегі Нотр-Дам соборы. Бір келгенде 9000 адам сиятын ғимарат 12 ғасырдың екінші жартысы мен 13 ғасырдың басында салынған. Біздің елімізде де 8 кереметке теңейтін ғимараттар бар. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі Түркістан қаласында орналасқан. Оны ұлы ғұлама 2 Аристотель деп атайтын Қожа Ахмет Яссауиге арнап, сол бір заманда ақсақ темір салдырған екен. Айша бибі кесенесі 11-12 ғасырлардағы сәулет өнерінің көрнекті ескерткіші. Жамбыл облысы Жамбыл ауданында Айша бибі ауылында орналасқан. Бабажы қатын кесенесі Қазақстандағы 10-11 ғасырлардан сақталған сәулет өнері ескерткіші. Тараз қаласының 18 километр қашықтықтағы Айша бибі кесенесінің маңында орналасқан. Бекет ата жерасты мешіті Ақтау қаласының маңындағы Оғыланды шатқалында орналасқан. Құрылыстың басты ерекшелігі мешіттің жартас ішінде қашалып салынуы. Бұл қарапайым үңгір емес, толыққанды бірнеше бөлмеден тұратын мінәжат орны. Әулие Вознесенский православиялық шіркеудің Алматы төрінде бой көтерген ордасы әлемдегі ағаштан жасалған ең биік ғимараттардың 8-дігіне кіреді. Сонымен сәулет өнер ескерткіштері, оны жасаған қоғамның өмірі туралы аса бай ақпарат көзі. Өнердің және құрылыс техникасының ескерткіштері болуымен қатар, олар дәуірдің эстетикалық нормалары, идеологиясы туралы, ғылыми техникалық мүмкіншіліктің дамуы туралы, мәдени қарым-қатынастар туралы, құрылыс қол өнерінің ұйымдастырылуы мен деңгейі туралы айқын түсінік береді. Келесі ұсынылған тапсырмада студенттер мәтінде берілген бос орындарға мағынасына қарай қажетті сөз тіркестерін немесе сөздерді қою керек. Бұл жерде студент өзін редактор рөлінде ұсынылған мәтінді толықтыру, түзету мүмкіндігіне ие болады. Яғни мәтінді түзетіп, редакциялайды. Jamboard Google.com тақтасының айта кетер ерекшелігі, студент берілген тапсырма бойынша скриншот жасап алып, өзі сол жерде түзетулерді енгізе бастайды. Мәселен, біздің жағдайымызда Қазақстанның астанасы Нұр Сұлтан қаласы деп жазып, өзі енгізіп, барлық түзетулерді енгізіп, сақтап, қайра жібере алады. Бұл жерде жазылым коммуникативтік дағдысының қалыптасуымен қатар, ақпараттық коммуникациялық технологиялардың мүмкіндіктерін қолдануда іс жүзінде жүзеге асырылады. Келесі тапсырма ұсынылған ұлттық сәулет өнерінің туындысы киіз үй туралы мақаланы оқып, танысып, ұсынылған тапсырманы орындайды. Яғни бұл жерде ең маңыздысы оқылым дағдысының қалыптасуы. Себебі оқудың тиімді жолын меңгеріп, оқығаны бойынша анализ жасай алған адам өз ойын еркін айта да алады, сауатты жаза да алады. Бұл тапсырманы орындауда да студенттер скриншот мүмкіндігін пайдаланып, мәтінді талдай алады. Яғни оған тақырыбын,
жанрын, стилін, кімдерге арналып жазылғанын, яғни аудиториясын анықтап, өздері жазып, толтырып, оқытушыға қайтарып жібере алады. Үй тапсырмасы. Ұсынылған аудиоматериал мазмұны бойынша таспен жазылған тарих тақырыбына жинақы мәтін жазу. Ол үшін жинақы мәтін жазуға нұсқаулық пен дескрипторлар қоса ұсынылады. Сабақтың соңында бағалау өлшемі балалардың назарына ұсынылады.